Ким пешеходтар бар екен, машина тоқтап жатыр. Ондай да бар екен. Вай, пешеходтар бар екен бұлардың. Ларнакада Кипрда пешеходты жібереді екен. Көп Европа елдеріне жібермейді негізінен, бюджет көптің. Сәлем достар. Бүгін сіздермен Кипр аралының ең ерекше, ең жылы қалаларының бірі Ларнакамен танысамыз. Ларнака Кипрдің үшінші ірі қаласы және ең көне қалалардың бірі. Бұл жерде тарих пен қазіргі заман үйлесім тауып, ерекше атмосфера қалыптасқан. Қаланың тағы бір қызығы, Ларнаканың астында ежелгі қала жасырылған. Археологтар бұл жерде мыңдаған жыл бұрынғы зираттар мен үйлердің қалдықтарын тапқан. Қаланың басты көрнекі орны Финикудес жағажайы. Бұл атау кішігірім пальмалар деген мағына береді. Жағажай бойында қаптаған кафелер мен серуенге арналған жолдар бар. Онда отырып суық лимонад ішіп, теңіздің шуын тыңдап демалу нағыз рахат. Ларнака бұл жай ғана курорт емес, бұл қасиетті орын. Мұнда орналасқан Сент-Лазар шіркеуі 9 ғасырдан бері сақталған тарихи ескерткіш. Аңыз бойынша Иса пайғамбардың досы Лазар тірілгеннен кейін осы қалада өмір сүрген. Шіркеу ішінде Лазардың мүрдесі жатыр деп айтылады. Ларнакада сондай-ақ Хала Сұлтан текесі орналасқан. Бұл мұсылмандар үшін қасиетті жер. Аңызға сенсек, бұл жерде Мұхаммед пайғамбардың сүт анасы жерленген. Ларнака әуежайы арқылы Кипрге келген туристердің көбі осы қаладан алғашқы әсерін алады. Бірақ көп адам мұндағы тыныштық өмірдің, жергілікті тұрғындарының жайдарлығы мен орта ғасырлық көшелердің тартымдылығына ғашық болып кетеді. Тағы да бір ерекше жер Ларнака тұзды көлі. Қыста бұл көлге мыңдаған фламинго ұшып келеді. Ал жазда көл құрғап, бетінде ақ тұзы қабаты қалады. Ерекше көрініс. Жергілікті халық бұл тұзды жинап саудаға шығарған екен. Егер сізге тарих, жағажай, фламинго, дәмді ас пен тыныш демалыс қажет болса, Ларнака сіз үшін тамаша таңдау.